Туған жер туралы жыр. Аспан аясын жайлаған адам баласына кіндік қаны тамған жерден, өркен жайып өскен өлкеден қымбат ештеңе жоқ. Адам ғана емес, күн астында күн кешкен күллі жан иесі аң-құс та туған жерін аңсап сағынады екен. Ежелгі елес заманда қалмақтар Қытай жерінде жүрген кезде Қытай императорына өзгеше сый әнші құс сыйлапты. Әлгі құстың әніне сиқырланған күн жүрісінен жаңылып, бір орында жарқырап тұрып қалады екен. Император ғажайып құсқа арнап алтыннан тор жасатады. Астына мөлдір айдында жүзген аққудың мамығын төсетіп, императордың асханасында ас әзірлетеді. Бас уәзірін құстың жайын қадағалайтын құсбегілікке бекітеді. Бас уәзірге бұл жерде әнші құс өзін жұмақтың төрінде отырғандай сезінсін. Қабағын бағып, аңдысын аңда. Өнерге сусаған көңілімізді әсем әнімен қош етсін депті император. Қаһарлы императордың бұйрығы орындалады. Күн сайын таңертең император құстың ән салуын күтеді. Бірақ құс бұйығып үнсіз отыра береді. Тегінде таза ауаға үйренген құсқа сарай іші қапырық болар деп ойлаған император торды салқын бауға апаруға әмір етеді. Жер бетінде императордың бау-бақшасындай бау жоқ екен. Биік өскен ағаштар күн нұрына шомылып, жасыл сәуле шашқан, жібек жапырақтары сыбдырлата теңселеді. Сирек кездесер сұлу гүлдердің өліге жан бітірер жұпар иісі бұрқырап, дүниенің бар бояуы осында кеп төгілгендей бау іші құлпырып көрінеді. Әйткенмен құс бұл арада да тырс еткен дыбыс шығармайды. Бұған не жетпейді деп ойланады император. Мынау баудан артық жер бар ма? Менің күтімімнен артық күтім бар ма? Бар жағдайын жасадық. Енді неге ән айтпайды дейді. Император бүкіл ғұлама даналарын жинап, кеңес сұрады. Бір ғұлама бұл құс айықпас дертке шалдығып, даусынан бір жолата айырылған десе, келесі дана асқазанына ас жақпай қалған депті. Ал үшінші білгіш бұл құс ешқашан ән салып көрмеген деп бір-ақ қайырыпты. Араларында 100 жасаған бір ақылгөй қария бар екен. Сол бұл құс адам жұтқан ауамен тыныстай алмаса керек. Сол үшін ән шырқамайды дейді. Император ғұламаларын тегіс тыңдап, алғысын білдіреді де, құсты торымен қоса жан баспаған ну тоғайға апаруға бұйырады. Бірақ тоғайда да құс мүлгіген қалпынан жазбайды. Қанаты салбырап, жанары өлімсіреген көздерінен жас моншақтап отырады да қояды. Император зынданда жатқан жат жұрттық данагөйді алдырады. Егер құсқа қалай ән салғызудың жолын үйретсең, басыңа азаттық беріп еліңе қайтарамын дейді император оған. Данагөй бір апта толғанып жауап қайтарады. Елден ел, жерден жер аралатып алып жүріңіздер, мүмкін сайрап кетер дейді. Император құсты алып, өзінің иелігіндегі өлкені кезіп, 3 жыл тынбай жүреді. Ақыры батпақты, сазды бір жерге жетеді.
Саздың шетінде жарбиған жаман бұта өскен екен. Содан арыдағы көзге жетер алап тұтасқан сары құм. Батпақтан көтерілген бу тынысты тарылтып, құжынаған шыбын-шіркей мазаны алады. Нөкерлер алтын торды сексеуілдің бұтағына іліп, өздері ұйқыға кетеді. Алаулап жаңа шығып келе жатқан күннің шапағы құлазыған ен шөлді нұрға бөлей бастағанда, құс дүр сілкініп, қанатын жазып жіберіп, тұмсығымен қауырсындарын тазалауға кіріседі. Құстың мінез құлқындағы өзгерісті байқаған қарауыл императорды оятады. Күн бар құдіретін паш ете көтерілгенде, құс та қанатын жазады. Бірақ тордың алтын шыбықтарына соғылып құлайды. Жан-жағына жабырқай көз тастап, аз-кем жатады да, баяу қалқытып ән сала бастайды. Қайғы-мұңды өзек еткен 100 ән құйылады, жүректі сыздатып. Кенет құс оқыс құбылып, қуаныш күйіне басады. Сол заматта дәл өзіндей мыңдаған құс қанаттары сусылдай ұшып, жиналып, әнді іліп әкетеді. Елітіп тыңдаған жұртқа шалқар күннің нұры боп себездеген алтын тамшыларымен бірге сорғалап жатқан құстар әні емес. Құс боп көкке самғаған өздерінің жаны сияқты елестейді. Бұл жер біздің құсымыздың туған өлкесі екен дейді ойға батқан император. Кенет оның есіне 3 жыл бойы көрмеген Астана байтағы оралады. Тордың қақпағын ашып, құсты қоя беріңдер деп жарлық береді нөкерлеріне. Сонда құстар туған жер, баба жұртын мадақтап, мың ән шырқапты, еркіндік бостандықты жырлап, мың бір әуен толғапты деседі.